السلام عليكم. قرية السوسة مناكس التابعة لدير الزور. طبعا مناكس أيقل آدم من جهر دبر وقيغان أيتب جاتر من توجج جيت بس جيتي ديده سيريا دا بر أولدان خلاغا بارب وزنه يوني كيريكتي برزات алуға, сапарға бір кісі шықты дейді. Қалтасында көп ақша бар еді дейді. Сөйтіп жаңа қалаға бару үшін автобустардың тұратын жеріне барып, автобустың жүретін уақытын күтіп тұр еді. Сөйтіп бір таныс бір кісі келіп, екі әңгімелесіп қалып, қайда баратсың, қалаға баратын, осындай зат алайын деп жатырмын. Ана кісі айтты, о, қымбат қой, ол ақшаң бар ма онша деді. Иә, бар ақшамны қалтамда деді, қасымда. Сөйтіп артында тұрған бір танымайтын бір адам естіп қалыпты. Сөйтіп сол кісімен жаңа отыратын автобусқа бірге отырыпты. Қасына отырыпты. Жолда әңгімелесіп, танысып, 6 сағаттық жол еді. Екі күн бір-бірін танысып, әдейіге сол кісімен танысып, ол кісінің жаңа қалаға баратқан кісінің аты Абдулла еді. Танысып жүрген жаңа баратын қалаға жеткеннен кейін түнде еді. Түндің соңғы уақыты, таң намазға жақын уақытта. Ана кісі бірге қосып келген кісі айтты, екеуміз бір қонақ үйде бір бөлмеге бір не қылсақ, менде жағдайым жоқ еді деп, жарайды деп, екі бір бөлме, бір нөмір алды жаңа қонақ үйден. Сөйтіп жаңа Абдулла дейтін кісі таң намазға дайындаламын деп шапанын шешіп дәрет алуға кіргенде, жаңа әлгі қосып келген кісі шапанын ішіндегі ақшалардың бәрін алып шықты. Жаңа шапанын ішіндегі ақшамен бірге өзінің паспорты бар еді, жеке куәлігі бар еді. Сөйтіп қашып кетті. Бір машина жалдап кетіп баратқанда жол қазасына ұшырады. Сөйтіп қайтыс болды бұл. Жол қазасы да қатты болғаннан түрі танылмайтын жағдайға келіп қалды түрі. Сөйтіп жаңа қалтасына, шапанына қарағанда ақша бар екен, жеке куәлігі бар екен. Сөйтіп білді, таныды, кім болған. Енді ана куәлік Абдулла дейтін кісінің атымен шығады ғой. Сөйтіп бұл кісіні үкімет танып, өзінің ауылына жіберіпті жаназаны, мәйітті. Барып, бала шағасы, әйелі жаназасын шығарып, жерлеп, сөйтіп ана кісі Абдулла дәрет алып шығады ғой, енді соған қайтайық дейді. Шығады, ана қасындағы жолдасын жаңа бірге келген адам айтады, қайдасың, намаз оқиық, дәрет ал дейді. Жоқ, шапаны да жоқ. Сөйтіп инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп білді, яғни ұрланғанын біліп, сөйтіп жаңа намазын оқып, үйтіп, ол да ауылы қайтатын жолды іздестіріп, әйтеуір бір нәрсе қылып, бір жерден ақша алып қайтты дейді ауылға. Таң намазға жақын уақытта түнде үйіне жетті, үйінің есігін қағады дейді. Әйелі кім деп дауыстайды дейді. Мен Абдулламын десе, Абдулланы біз жерледік дейді. Жоқ, мен Абдулламын, аш десе, аш дейді. Сен балдарына шақырады, есікті ашады, қараса, күйеуі, балдардың әкесі. Сөйтіп әкесі жағдай айтады. Айтқаннан кейін жаңа балдар айтады, болды, Аллаға шүкір ет, ақшаңыз бәрі міне үйге келді. Ешқандай ақшаңа ештеңе кемимеді, ақшаң түгел міне үйге өзі жетіп келді дейді. Яғни Алла Тағаланың құдіреті, Алла Тағала ақшасын сақтап үйіне дейін жеткізіп қойды ғой, субханалла. Сондай бір оқиғаны айтып жатыр.